Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі талқылайтын сабағымыз Unit 6, яғни 6-шы юниттің 75-ші бетін талқылайтын боламыз, түсіндіріп беретін боламын бүгін. Сабақты видеоны көріп бастамас бұрын арнаға тіркеліп қойыңыздар. Шыққан видеоны ең бірінші болып көргілеріңіз келсе, колокольчик белгісін басып қойыңыздар, және де видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Және де видеоны айналдырмай соңына дейін көруге тырысыңыздар, себебі сабақты дұрыс түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Ал ендеше кеттік. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Look at the questionnaire and read the report. What are Mehmet's answers to questions 1 to 10 in the questionnaire? Questionnaire сауалнамаға қара және астындағы Мехметтің жазбасын оқы дейді, және сауалнамаға жауап бер дейді. Яғни сауалнаманы оқымас бұрын бірінші Мехметтің жазғанын оқып алайық. Language report Mehmet Sadik. By Deniz Yılmaz. Deniz Yılmaz деген кісі Мехмет жайында жазыпты. Яғни Mehmet studies at school in Antalya, Turkey. His native language is Turkish, but he also speaks some German and English. Мехмет Анталиядағы, Түркия мемлекеттегі Анталия қаласында мектепте оқиды дейді. His native, оның ана тілі, яғни түрік тілі, бірақ ол көбінесе немісше және ағылшынша сөйлейді дейді. Келесі, at school, Mehmet studies 3 hours of English and he does 2 hours of homework. Мектепте Мехмет ағылшын тілін 3 сағат және үйде үй жұмысын 2 сағат орындайды дейді. He likes listening, learning vocabulary and watching DVDs, but he doesn't like speaking and acting. Ол listening, learning vocabulary and watching DVDs. Ол көбінесе видеолар көргенді ұнатады және тыңдалымды ұнатады және жаттығулармен жұмысты ұнатады дейді. Бірақ ол сөйлеумен жұмыс жасауды онша ұнатпайды дейді. He sometimes watches DVDs in English, but he never listens to English music. Ол кейде ағылшын тілінде видеолар көреді дейді, бірақ ол ешқашан ағылшын тілінде музыка тыңдамайды дейді. He thinks that his English is okay, but he wants to improve his speaking, pronunciation and writing. Ол ойлайды, оның ағылшыны жақсы, бірақ ол өзінің сөйлеуін, айтуын және жазу қабілеттерін ағылшын тілінен жақсартқысы келеді. Осылайша текстті оқып болдық. Енді сауалнамадағы сұрақтарға жауап берейік. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Where do you go to school? Сен ол сыныпқа мектепке қай жаққа барды дейді. I go to school in Antalya, Turkey. Мен Түркиядағы Анталия қаласындағы мектепке барамын дейді. What is your native language? Сенің ана тілің қандай дейді. My native language is Turkish. Менің ана тілім түрік тілі дейді. Do you speak or understand any other languages? Сен басқа тілдерді түсінесің бе дейді. Басқа тілде сөйлей аласың ба дейді. I speak some German and English. Мен ағылшын және неміс тілінде сөйлеймін дейді. Келесі B бөлімі. Біз A бөлімін бітірдік, енді B бөліміндегі сұрақтарға көшеміз. Төртінші, how many hours a week do you study English at school and at home? Сен сыныпта неше сағат, аптасына неше сағат және үйіңде неше сағат ағылшын тілін оқисың дейді. Төртінші сұрақта, I study 3 hours at school and 2 hours at home. Мен сыныпта 2 сағат, сыныпта 3 сағат, үйде 2 сағат ағылшын оқимын дейді. Келесі бесінші сұрақ. When you study, which 3 of these things do you like most? Сен оқыған кезде қандай үш бөлімді ұнатасың дейді. Жауап берді. I like listening, learning vocabulary and watching DVDs. Мен listening, vocabulary and мен тыңдағанды және видео көргенді және жаттығулармен жұмыс жасағанды жақсы көремін. Осы 3 бөлімді дейді. Келесі, 6. Which things don't you like? Сен нені ұнатпайсың дейді. I don't like speaking and acting. Мен яғни сөйлеу, speaking, айту бөлімін ұнатпаймын дейді. Келесі, 7. How often do you watch TV programs or DVDs in English at home? Сен үйіңде ағылшынша теледидар бағдарламаларын және видеоларды қаншалықты жиі көресің дейді. I sometimes watch DVDs in English. Мен ағылшынша видеоларды кейде көремін дейді. Келесі 8. How often do you listen to English music? Сен қаншалықты жиі ағылшынша музыка тыңдайсың дейді. 8. I never listen to English music. Мен ешқашан ағылшынша музыка тыңдамаймын дейді. B бөлімін бітірдік, енді C бөліміне көшеміз. 9. сұрақ. Do you think that your English is okay?
мына жерде біреусін қоюымыз керек көп нүктенің орнына. Яғни сен менің ағылшын деңгейім жақсы деп ойлайсың ба дейді. Сонда окей дегенді қоямыз мына жерге. Келесі 9-шы. What do you want to improve? Сен нені ағылшын тілінен қандай деңгейіңді жоғарылатқың келеді дейді. Бұл жерде I want to improve my speaking, pronunciation and writing. Мен айту және оқу, жазу бөлімдерін жақсартқым келеді деңгейін дейді. Осылайша бірінші жаттығуды аяқтадық. Енді екінші жаттығуға көшетін болсақ, exercise to study the key phrases and rewrite them with your information. Change the words in green if necessary. Екінші жаттығуда өзгертуіміз керек біздегі ақпаратқа байланысты және жасылмен жазылған сөздердің ауыстыруымыз керек басқа сөздерге. Яғни сен бір досыңды аласың және оны осы сөйлемдерге байланысты өзгертеміз. Мысалға, ол досыңды алатын болсаң, his деп белгілейсің, или қыз досың болса, her болып белгілейсің. Сонда мына жерде his native language is Kazakh. Оның ана тілі қазақ тілі болады. Сонда Turkishтің орнын қазақ деген сөзбен ауыстырамыз. Екінші, ол болса he, қыз болса she. Екеуісін біреусін қоямыз. Яғни he does 2 hours of homework. Сонда 2 hours-тың орнына 1 hours сөзін қоямыз. Яғни ол 1 сағат үй жұмысын орындайды дейді. Келесі үшінші. He или she. Ол болса he-ді қоямыз, қыз болса she-ді қоямыз. Яғни he thinks that ол ойлайды, оның ағылшын тілі жақсы деп ойлайма дейді. Яғни окейдің орнына very good. Ол ойлайды, өзінің ағылшын тілі өте жақсы деп ойлайды дейді. Very good-ті қоямыз окейдің орнына. Келесі. He wants to improve his listening. Ол өзінің тыңдау деңгейін көтергісі келеді, жақсартқысы келеді дейді. Яғни listening-нің орнына pronunciation. Айту деңгейін көтергісі келеді деп айтамыз. Келесі үшінші жаттығу. Балалар бұл жерде жаттығуларды көшіріп алу міндетті емес, түсініп, өзіміз орындасақ та болады. Әркім өзі жеке-жеке орындаса да болады. Мен сендерге сабақтан қалып, ауырып қалып қалған күндерім болса, сол кезде түсінбеген сабақтары бар деп, осы сабақтарды түсіндіріп жүрмін. Келесі үшінші жаттығу. Language point punctuation. Яғни үшінші жаттығуда complete the rules, the find examples in the text and in the questionnaire. Біз мынау таблицаның ішіндегі бос орындарды мына жоғарыдағы таблицадағы сөздермен толықтыруымыз керек. Және де questionnaire-ға, мына сауалнамаға байланысты. Ендеше кеттік орындайтын болсақ. Use capital letters at the beginning of a sentence with names. Бірден names болады. Countries, nationalities and languages. Тілдер. 2. Үште use commas in pauses and for lists. Use a full stop at the end of a sentence. Use a question mark at the end of a question. Осылайша үшінші жаттығу аяқтадық. Енді төртінші жаттығуға көшеміз. Төртінші жаттығуда activate, follow the steps in the writing guide. Бұл жерде A task, B task, C task және D task. Бізде тапсырмалар төртке бөлінген. Бұл тапсырмаларды әркім өзі орындау керек. Яғни бұл жерде біріншісінде write a language report about the person in your class. Яғни сыныбыңдағы бір оқушыны таңдайсың және де соның қай тілде сөйлейді, оның сөйлеу деңгейі қандай, сол туралы жазамыз. Келесі B-да think and plan. Ойла және жоспарла дейді. Think of your answers to the questionnaire in exercise 1. Prepare to answer the questions. Мысалға, бірінші жаттығудағы сауалнаманы есіңе түсір дейді. Сол туралы ойла және соның жауаптарына жауап беруге дайындал дейді. Келесі C-да жазу керек. Яғни сауалнамадағы 3 бөлім бар өзі. A бөлімі, B бөлімі, C бөлімі. Осы бөлімдегі сұрақтар не жайлында айтылған, соны жазуымыз керек. Келесі D бөлімінде spelling and punctuation оқу керек. Біз соны айтып беруіміз керек. Келесі 76-шы бет. 76-шы бетте бірінші жаттығу, яғни look at the photos, who are these people, what do you know about them? Суретке қара дейді, суретте кімдер белгіленген дейді. Және оларды сен олар жайында білесің бе дейді. Ол жайында айтатын болсақ, суретте Мұхтар Әуезов, Ғазиза Жұбанова және Әбілхан Қастеев үшеуі белгіленген. Жауап беретін болсақ, in these photos are Мұхтар Әуезов, Ғазиза Жұбанова, Әбілхан Қастеев. Осылай жауап береміз. Келесі екінші жаттығу. Read and listen to the text. Complete the sentences with the names of the people. Жаңағы 3 адамның есімдерін мына сызықшаның орнына сәйкестендіріп қоямыз.
Яғни біріншісінде Ғазиза Жұбанова was director of the Almaty Conservatory. Алматы консерваториясының директоры Ғазиза Жұбанова болған дейді. Келесі екінші, Ғазиза Жұбанова and her father Ахмет Жұбанов were famous musicians. Ғазиза Жұбанова мен оның әкесі Ахмет Жұбанов, Ахмет Жұбанов атақты музыкант болған дейді екеуі. Келесі, Әбілхан Қастеев was very creative. Әбілхан Қастеев өте жақсы суретші болған дейді. Келесі төртінші, Әбілхан Қастеев's parents were nomads. Әбілхан Қастеевтің ата-анасы олар да атақты кісілер болған дейді. Келесі, Мұхтар Әуезов was a writer and a translator. Мұхтар Әуезов жазушы және аудармашы болған дейді. Келесі үшінші жаттығу, find the past simple forms of these verbs in the text, then choose the correct words in the rules. Мынау қызыл таблицаның ішіндегі берілген сөздердің тексттің ішінен өткен шағын тауып жазу керекпіз. Содан кейін 1 мен 4-ші сөйлемдердегі 1-ден 4-ке дейінгі сөйлемдердің ішіндегі жырдымен жазылған екі сөздің бірін дұрысын қолданып жазу керекпіз. Ал ендеше орындауға кеттік. Be сөзінің өткен шағы was немесе were. Келесі love, loved, ed жалған өткен шақ жасаймыз. Кәндігі could, started, ed жалғаймыз. Teach, taught, work, worked, translate, translated, go, went, return, returned, become, became, write, wrote, live, lived, paint, painted, die, died, renamed. Осылайша өткен шақты жасаймыз. Біз дұрыс етістіктерге ed қолданамыз, ал егер ерте бұрыс етістік кездессе, оны өзінің жеке формалары бар, таблицалар бар, соны жаттап алып, соны қолданамыз. Келесі, бірінші, the past simple forms of be are was белгілейміз, and were болады. Келесі, the past simple form of all other verbs is the same ді білеміз, for all response it болады. We form the past simple of most verbs by adding ed. Келесі, some verbs are irregular, for example, can, teach, go, become, and write. Осылайша үшінші жаттығуды аяқтадық. Енді төртінші жаттығуда біз complete the sentences with the past simple forms of the verbs in brackets. Яғни жақшаның ішіндегі сөздерді өткен шаққа ауыстырып жазуымыз керек. Ендеше кеттік. Әбілхан Қастеев painted the portrait of Jambul and the young Абай. Әбілхан Қастеев Жамбылдың және жас Абайдың суреттерін салды дейді. Яғни салды, painted болады. Ед жалғап жазамыз. Келесі, Мұхтар Әуезов wrote Қорғансыздың күні in 1921. Мұхтар Әуезов 1921 жылы Қорғансыздың күні шығармасын жазды дейді. Wrote болып өзгертеді. Келесі, Ғазиза Жұбанова became a professor in 1978. Ғазиза Жұбанова 1978 жылы профессор болды дейді. Became болады, сонда became болып өзгереді. Келесі, Абай Құнанбайұлы translated poems by Pushkin, Byron and Lermontov. Абай Құнанбайұлы Пушкиннің, Байронның және Лермонтовтың шығармаларын аударды дейді. Translated. Келесі, Мағжан Жұмабаев and Ғабит Мүсірепов were famous writers. Мағжан Жұмабаев және Ғабит Мүсірепов өте атақты жазушылар болған дейді. Ол кезде were қолданамыз. Келесі, 5-ші жаттығу. 5-ші жаттығуда біз we can use when before and after to link two sentences and show the order of events. Match the words with the meanings A and C. Яғни мына екі бағананы бір-бірімен сәйкестендіріп жазуымыз керек. Бірінші, when, at the time that, before, earlier than, after, later than. Осылай бір-бірімен сәйкестендіреміз. Келесі 6-ші жаттығуда working pairs, write 5 sentences about a famous person from Kazakhstan, then read them to your partner. Can they guess the person's name? Яғни мынау мысал ретінде берілген болатын жұптық жұмыс дейді. 5 сөйлем жазамыз Қазақстанның атақты адамы жайында. Және ол туралы көршіңе айтып бер дейді. Ол кім екенін таба алама дейді. Яғни оны мен мысал ретінде бір ғана мысал келтірдім. Бұны барлығы көшіріп алу міндетті емес.
әр оқушы жеке өз бетінше жазуға болады. Мен тек сендерге түсінікті болу үшін мысал келтірдім. Жазатын болсақ, he was a Kazakh scholar. He was born in November in 1835 in the newly developed Amankaray district within the Kushmuran fort in what is nowadays the Kostanay province, Kazakhstan. He was a fourth generation descendant of Abul Mansur Khan, a Khan of the Kazakh Middle Jews. He was a direct descendant of Genghis Khan. Ол біздің алғашқы мектепті ойлап тапқан адам дейді. Және ол 1835 жылы дүниеге келген. Ол Қостанай, Қазақстандағы Қостанай облысының Аманқарағай ауданында дүниеге келген дейді. Ол Әбіл Мансұрдың 4-ші ұрпағы және Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болып келеді дейді. Ол кім десек, бізде Шоқан Уәлиханов. Осылай мысал келтіріп орындаймыз осы тапсырманы.